Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын бір-бірімізге жақсы тілектер айтып бастайық. Топ басшылары келесі топтарға жақсы ізгі ниеттерін білдірсін. Бастаймыз бірінші топ. Мен екі топқа да үлкен сәттілік тілеймін. Ал Асыл. Мен екі топқа сәттілік тілеймін. Бір-бірімен қалыспай әрқашанда мықты болыңдар. Мен екі топқа да сәттілік тілеймін және де тамаша көңіл. Жақсы, жарайсыңдар. Ал енді балалар, біз бүгін сабағымызды бастамас бұрын мына бейне тастарға көз жүгіртейік. Шаршаланды шеберлігін шыңдап қазақ елінің атын күллі әлемге танытқандардың бірі Серік Қонақбаев. Бала Серік бокста 14 жасында келді. Алғашында футболмен шұғылданды. Вахид Масудов пен Антон Шоқ секілді бүгінгі атақты бапкерлермен қатар топ тепті. Құжаттарда туып өскен жері Павлодар деп көрсетілгенмен боксшының балалық шағы Таразда өткен. Сол кезде әкем көргенде қалай мен салмақ болады, қалай келісіп көріп кейін әкем бірінші көргеннен кейін әкем айтып алып. Жақсы балалар, бүгін қазіргі бейне тастадан біз кім туралы көрдік? Серік Қонақбаев туралы, Олимпиада чемпионы туралы. Олимпиада чемпионы, жарайсыңдар. Яғни бүгінгі біздің тақырыбымыз қандай деп ойлайсыңдар? Олжап көрейікші. Олимпиада чемпионы және оның кәсібі. Олимпиада чемпионы кім? Серік Қонақбаев және оның кәсібі жайында. Дұрыс айтасыңдар балалар. Спорт саңлақтарының бірі Серік Қонақбаевтың жеңісі жайында, қалай чемпион болғаны жайында біз бүгін сабағымыздың тақырыбын өзгертеміз. Бүгінгі сабағымыздың оқу мақсаты біз тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсініп, мәтіннің ішінен детальды ақпаратты анықтаймыз. Біздің бағалау критерийіміз мәтін мазмұнын түсіне отырып, тұрақты сөз тіркестерін табу және сұрақтарға дұрыс жауап беру, детальды ақпараттарды табу. Осы бағалау критерийлеріне жақсы жауап берген оқушы керемет табыстарға жетеді. Енді біз мәтінді тыңдайық. Мәтінді тыңдай отырып, мәтіннің ішіндегі тұрақты сөз тіркестерін дәптерімізге түртіп отырамыз. Профессоры, еліміздің 4, Еуропаның 2 дүркін чемпионы, әлем кубогының 2 мәрте жеңімпазы, Мәскеудегі 22-ші Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері Серік Қонақбаев рингте өзіне ғана тән айшықты із қалдырды. Әдетте күштімен күшті кездескенде ғана көп нәрсе тайға таңба басқандай анық болып шыға келеді. Жақсы балалар, енді біз осы мәтінді тыңдау арқылы тұрақты сөз тіркестерін өзімізге белгілеп алдық па? Яғни біздің қазіргі бірінші тапсырмамыздың дискрипторы мәтінді мұқият тыңдау, тұрақты сөз тіркестерін жазу. Кәнекей кім тақтаға, қай топ дайын, кім тақтаға шығады, бірінші топ шыға ғой, балжар. Қандай тұрақты сөз тіркесі? Су сепкендей басылды. Қандай мағынаны білдіреді? Сап түйуді. Жақсы. Жақсы, бәріміз дәптерімізге түртіп отырамыз. Келесі тұрақты тіркесін екінші топтан бір ғаным айта ғой. Тайға таңба басқандай айқын анық деген мағына. Дұрыс айтасың. Топ басшылары дискриптор бойынша топ мүшелерін бағалап отырамыз және өз-өзімізді бағалай білеміз. Жақсы, үшінші топ жаза береміз. Үшінші топ жаза бергенше балалар, келесі тапсырмаға көшейік. Мәтіннің не туралы болғанын айтып, жұпта талқылаймыз. Мәтінге арқау болған боксшы кім? Мәтінді тыңдау арқылы оның қандай қырларын байқадың? Чемпион болу үшін адамға қандай қасиеттер керек? Мәтін мазмұнынан қандай үлгі алуға болады? Яғни тыңдалған мәтініміз бойынша топта жұптасып жұмыс жасаймыз.
ақпаратты анықтау. Профессоры, еліміздің 4, Еуропаның 2 дүркін чемпионы, әлем кубогының 2 мәрте жеңімпазы, Мәскеудегі 22-ші Олимпиада ойындарының күміс жүлдегері Серік Қонақбаев рингте өзіне ғана тән айшықты із қалдырды. Әдетте күшті мен күшті кездескенде ғана көп нәрсе тайға таңба басқандай анық болып шыға келеді. Әншейінде ара қашықтықты жақсы ұстанатын сезімтал Серік қас пен көздің арасында агилардың сол қапталдан тиген соққысын байқамай қалды. Жұдырығының дәл тигенін білген кубалық қуат. Жақсы, детальді ақпараттарды айтып жіберсек, яғни сендерге анықтау үшін мен сұрақ қояйын. Серік Қонақбаевтың қандай жетістіктерін білеміз? Демек, Мәскеуде 22-ші Олимпиадада күміс медаль алған. Күміс медаль иегері, жарайсың. Асыл, елімізде Еуропаның 2 дүркін чемпионы. Дұрыс, 2 дүркін чемпионы, тамаша. Азамат? Бокс профессоры деп. Бокс профессоры деген атақ алды. Жақсы. Ақмарал? Әлем кубогының жеңімпазы. Жарайсыңдар, тамаша. Ал енді балалар, біз топ болып, топ басшылары болып бағалай кетейікші. Осы берілген тапсырмалар бойынша ерекше жауап кімдікі болды және ол қай топтікі? Назым айта ғой. Менің ойымша 3-ші топтың жұптары өте жақсы жауап берді. Яғни диалог барысында, иә? Диалог барысында өте жақсы жауап берді. Себебі чемпион болу үшін адамға қандай жақсы қасиеттер ұстану керегін олар дұрыс айтты. Жақсы. Асыл айта ғой. Маған 1-ші топтың жауабы ұнады. Себебі олар бокс спорттан қандай қасиеттер керек екенін және оған қандай күшпен жету керек екенін түсіндірген. Жақсы, тамаша. Бізге 2-ші топтың жауабы ұнады. Себебі 2-ші топта өздері жауапты жақсы қойылды. Жақсы, тамаша, жарайды, жақсы. Балалар, жақсы, өте жақсы. Бүгінгі біз оқу мақсатына жеттік. Тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіндік. Детальді ақпараттарды анықтадық, иә? Енді үйге тапсырма, 5-ші тапсырманы аламыз. 5-ші тапсырмада Серік Қонақбаев туралы мәліметтерді жинап келу, иә? Яғни өзіміз қосымша ізденеміз. Бүгінгі сабақта ең әсерлі тұстары, маған бүгінгі сендердің жауап бергендері өте жақсы ұнады.